Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біз бақ өсіру пәні бойынша дәрісті бастаймыз. 9-шы дәрістің тақырыбы алмұрт өсіру технологиясы. Қарастырылатын сұрақтар: алмұрт сортына сипаттама, биологиялық ерекшеліктері, ағаштарды отырғызу және жемістің пайдасы. Алмұрт жеміс шаруашылығында кең таралған, жоғары сапалы диеталық жеміс беретін дақыл. Ол құрғақшылыққа төзімділігімен, ұзақ сақтау мүмкіндігімен және көптеген сорттардың жоғары өнімділігімен ерекшеленеді. Алмұрттың тамыр жүйесі, негізгі тамыр жүйесі тереңге кетеді. Жер асты суы метр 8-2,5 метрден төмен болу керек. Құрғақшылыққа төзімділігі алмаға қарағанда жоғары. Жылуға талабы: жылу сүйгіш дақыл. Қысқа төзімді сорттары 25-30 Цельсий градусты көтереді. Гүлдері 1-2 Цельсий градуста зақымданады. Жарыққа талабы: жақсы көретін дақыл. Көлеңкеде қаттылығы төмендеп, жемістер майда болады. Топыраққа талабы: құнарлы саздақты, құмдақ топырақ тиімді. pH 6-7 болып есептеледі. Тозаңдану ерекшеліктері: көп сорттар өздігінен тозаңдана бермейді. Бақта 2-3 үйлесімді сорт бірге отырғызылады. Алмұрттың сорттарының сипаттамасы: сорттар нышандары бойынша бағаланады. Алманың өсу күші биік, орташа, аласа бойлы болып бөлінеді. Тәждің формасы пирамидалы, сопақ және жайыла өскен. Жемістің морфологиясына тоқталсақ, алмұрт сопақша, салмағы 80-300 грамм, қабығы жұқа, тегіз болады. Жемісі шырынды, ұсақ түйіршікті, дәмі тәтті, хош иісті. Дегустациялық бағасы 4,2-4,8 балл арасында. Пісу мерзімі: жазда шілде, тамыз айларында піседі. Күздік сорттары қыркүйекте піседі. Қысқы сорты қазан айында піседі, 4-6 ай сақталады. Көшет өтіргізу технологиясы бойынша сәуірдің ортасында және мамыр айларында, күзде қыркүйек және қазан айларында суық ерке түсетін аймақтарда одан да ертерек отырғызу керек. Отырғызу тәсілі: шұңқырларда 60-80 см, ені 80-100 см қазылады. Төменіне 5-8 кг шіріген көң, 150-200 грамм суперфосфат. Тамыр мойыны жер бетінен 3-5 см жоғары отырғызу керек. Отырғызғаннан кейін 20-30 литр су құйылады. Күтім жасау: жас ағаштар 10-12 күнде 20-40 литр су тұтынады. Өнім беретін ағаштар гүлдену, жеміс салу кезінде суару керек. Қолданылатын тыңайтқыштар: көктемде аммиак селитрасы 30-50 грамм, жазда НПК, яғни кешенді тыңайтқыштар қолданамыз. Күзде фосфор плюс калий, яғни суперфосфат калий сульфаты қолданылады. Органикалық көң 2-3 жылда бір рет беріледі. Тәжді қалыптастыру: жарықтың түсуін жақсартады. Жеміс салатын бұтақтарды сақтау, ауру, сынған бұтақтарды жою, кесу керек. Қалыптастыру 1-4 жылда бір жүргізіледі. Реттеу жыл сайын, жаңарту ескі ағаштарды жыл сайын жүргізіледі. Аурулар мен зиянкестермен күресу: негізі алмұрт қотыр, яғни парша, бактериялық күйік, минилоза аурулармен ауырады. Бұларды күресу шаралары: ерте көктемде 3% бордо сұйықтығымен шашамыз. Гүлденгеннен кейін фунгицидтер шашамыз, яғни топаз, кор деген зиянкестерге қарсы аттары, десис, карбофос шашылады. Жеміс қалыптастыру және өнімділік: жеміс беруі 3-ші, яғни 5-ші жылда басталады. Орташа өнімділігі 15-30 кг бір ағаштан. Интенсивті вақтарда 25-30 кг тонна гектарына жинаймыз. Жаздық сорттар ұзақ сақталмайды. Күздік және қысқа сорттар 3-6 айда сақталады. Сақтау температурасы 0-2
градус, ал қалдығы 85-95% болу керек. Биологиялық ерекшеліктері. Мичуриннің жабайы уссурийский алмұртынан бірінші рет гүлденген жылы Бери Раэль алмұртын тозаңы мен будандастырғаннан кейін алынған жаңа сұрып. Алма қысқа өте төзімді. 20 жылдан астам өмірінің ішінде бұған аяздың тигізген әсері байқалған емес. Мұның ағашы құрт, құмырсқаға да, паразит саңырауқұлақтарға да бой бермейтін төзімді болып келеді. Жемісінің өздігінен зақымданған жері тез жазылып кетеді. Жемісін қыркүйектің аяғында жинайды, ал жатқан жерінде, яғни қыста өзі жатып піседі. Сәуірге дейін сақтауға болады. Орта Азия алмұрты кронасы аумақты келген үлкен ағаш. Жемісі тәтті, ерте піседі, ірі болады. Жемісін адам, құрғақ жапырағын мал жейді. Орта Азия алмұрты төзімді келеді, құрт онша түспейді, ауруға кеселі төмен. Алмұрт отырғызу уақыты аймаққа қарай өзгеріп отырады. Алмұрт отырғызудың қолайлы уақыты аймақтың климатына байланысты, бірақ жалпы ережелі төмендегідей. Яғни біздің Батыс Қазақстанда ең қолайлы уақыт көктемге отырғызу, сәуірдің ортасы, мамырдың басы. Топырақ толық жылып, түнгі суықтар тоқтаған кезде көктемге отырғызу Батыс Қазақстанның континентальды климатына өте қолайлы. Себебі жаз бойы көшет тамырланып үлгереді. Егер күзде отырғызатын болсақ, қыркүйектің ортасы, қазанның басы. Аяз түспей тұрып, 3-4 апта бұрын отырғызылу керек. Күзде топырақ ылғалдандырады, көшет жақсы бейімделеді. Бірақ Батыс Қазақстан аймағында суық ерте түсетіндіктен көктемге отырғызу қауіпсіздірек. Алмұрт отырғызу бойынша кеңестер. 1-2 жастағы көшеттер ең жақсы бейімделеді, ашық күн жақсы түседі, желден қорғалған жерді таңдауымыз керек. Топырақ сәл қышқыл немесе бейтарап болғаны дұрыс. Отырғызар алдындағы шұңқырда 60-70 см, тереңдігі ені 70-80 см болу керек. Көшетті отырғызғанда тамыр мойын жерден 3-5 см жоғары қалу тиіс. Алмұрт отырғызуға қоятын талаптар. Алмұрт жарықтандыруды талап етеді, жартылай көлеңкеде гүлдемейді және жеміс бермейді. Қатты жел болмаған дұрыс. Бұл үшін ағаштарды 2-3 қатарда отырғызу керек. Алмұрт жұмсақ беткейлерде отырғызылу мүмкіндігі оңтүстік батыс және батыс қолайлы. Алмұрт үшін суық ауасы және суы толық тоқырауға ұшырайтын ойпаттар қолайсыз. Ағаштың тамыр жүйесі терең өседі. Жер асты суларының жер бетінен 4-3 метр қашықтықта орналасуы маңызды. Алмұрт отырғызылу үшін топырақ жеңіл, борпылдақ және қоректі болу керек. Сазды, жеңіл құмды сазды қажет етеді. Жақын жерде көл немесе тоған болса, су қоймасы алмұрт бағу үшін қолайлы микроклимат болып есептеледі. Яғни перспективалы сорттары бар. Талғар сұлуы, қырғыздық қысқы алмұрт, кальп сүйіктісі, орман сұлуы деген сорттары жақсы өседі. Енді дәрісті қорытындылай келем. Алмұрт көпжылдық жеміс ағашы, адам денсаулығына пайдалы және қоректік заттарға бай өсімдік. Ол жарықты, жылуды, құнарлы топырақты қажет етеді. Терең тамыр жүйесінің арқасында құрғақшылыққа төзімді, ал дұрыс күтім мен агротехникалық шаралар өнім сапасын арттырады. Алмұрт өсіру технологиясы дұрыс таңдалған сорт, сапалы көшет, дұрыс отырғызу, жүйелі кесу және агротехникалық күтім шараларына негізделеді. Технология сақталған жағдайда жоғары сапалы, ұзақ сақталатын жеміс алуға болады. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сұраққа жауап беруіңіз сұралады. Осымен дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.